Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Yana wala butkul madaq maqtav әрбірімізді жоқтан бар еткен әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға болсын. Одан кейін соңғы пайғамбарымыз әрбірімізді осы хақтықты үйреткен екі дүниенің ұстазы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланың игілігі, сәлемі, есендігі болсын. Бүгінгі тақырыбымыз ақидаңды айқында, яғни ақида мәселесіне сәл тоқталып өтпекшіміз. Ақида деген сөзіміз бізге араб тілінен кірген кірме сөз. Оның түп сөз төркіні ақидун, яғни бекіту, байлау дегенді білдіреді. Яғни бұлжымайтын қағида, бұлжымайтын сенім дегенді білдіреді. Сондықтан атамыз қазақта Құдай бір, Құраншын, пайғамбарға деп өткен. Ол қазақтың жалпы ақидасы осы шағау сөзбен түйінделген. Өздеріңіз білесіздер, Алла Тағала Құран кәрімде сондай әрбіріміз көп оқып жүрген сүренің бірі Иқлас сүресінде осы сенім мәселесінде, яғни Алла Тағаланың бірлігі, пәктігі жайында былай деп баяндайды. Астағфируллах, бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Алла жалғыз деп айт дейді пайғамбарымыз саллаллаху. Аллаху самад. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес, яғни ешқандай нәрсеге мұңсыз. Лам ялид ва лам юлад. Ол тумағанда, туылмаған дейді. Ва лам якуллаху куфуан ахад. Оның ешқандай серігі жоқ дейді. Сондықтан біздің атамыз қазақта осы Иқлас сүресін жадына сақтағандығы белгілі. Енді осы ақида мәселесінде, яғни жалғыз құдайшылдық мәселесінде осыдан бұрынғы пайғамбарлардың ұлығының бірі де бірегей болған Ибрахим алейхиссаламның уақиғасы, қиссасы өздеріңізге белгілі. Сол қиссаның бірінде жұлдызға табынатындар, айға табынатындар және күнге табынатындардың барлығы сол уақытта өмір сүрген. Сол мезетте мен де осы сендердің құдайларыңа табынайын, егер мәңгі болса деген хикаясы бар. Содан күндердің бір күнінде жаңағы Ибрахим алейхиссалам жұлдызға табынатын қауымның жанында тұрып жұлдызды бақылайды. Ал таңға жоқ болғанда жұлдыз жоқ болып кетеді, бірден екіден. Сондықтан оларға айтады, егер сендердің құдайларың жұлдыз болатын болса, егер жұлдыз мәңгі болатын болса, онда мен сендердің құдайларыңды жұлдыз деп сыйынар едім, бұл да жалған нәрсе екен ғой дейді. Сол сияқты күнге табынады, күннен де солай, айдан да солай уақиғалары өтеді, ол әрбірімізге белгілі. Тағы да үлкен қиссасының бірі Ибрахим алейхиссаламның жаңағы пұтханаға кіріп, кішкентай пұттардың барлығын шағып тастап, ең ішінде үлкен пұтты қалдырады да айтады, ертесі күні жаңа пұтқа табынушылар келіп, өзінің пұтханасына келген мезетте пұттарының қирап жатқанын көреді. Сол мезетте жаңа пұтқа табынушылар келеді да пұттарды шақса, Ибрахим ғана шақты, ол соған қарсы еді деп айтады. Сол мезетте Ибрахимді ертіп келіп, Ибрахим, мынаны сен істедің бе дегенде, сендердің құдайларың пұт екен ғой, пұттардың патшасы болған ана пұттан мыналар не себепті өлді, мен мыналарды қиратып шағып жатқанда, егер де пұттарың Алла болатын болса, онда бұл пұттарың сол мезетте өзінен төменгі құдайларыңды не үшін қорғай алмады деген сенімдері бар. Сондықтан бұл қазақ даласында да Алла сақтасын, қазіргі уақытта, қазіргі мезетімізде көп санды осы Алла Тағаланың бірлік барлығын, жалғыздығын жоққа шығаратын қаншама нәрселеріміз, қаншама ой жүйелеріміз кетіп жатыр. Алладан басқа нәрсеге табындырып жатқан жайттеріміз бар. Мәселе соны мысал ретінде айта кетер болсақ, аруаққа табынушылық, аруақ қолдасын, әулие қолдасын, аруақ қолдасын деген сөздеріміз бар. Одан болмаса қабір аралап, қабірге табынып, қабірден медет тілейтін жайттеріміз бар. Сол сияқты біздің қазағымыздың даласында неше түрлі осындай сенімімізді жоятын, сенімімізді өзгертетін неше түрлі іс-әрекеттер күні бүгінге дейін туындап жатқаны айқын, белгілі. Сондықтан әрбір бауырларымызға, әрбір қазақ даласындағы қазақ халқына айтарымыз, ең бірінші сенімімізді, яғни ақидамызды туралап алу, ол әрбір мұсылманның алғы шарты.
сол арқылы біздің ғибадат құлшылығымыздың Алла Тағаланың құзырында қабыл болуына да себеп болатын, ешқандай тосқауылсыз дұға тілегіміздің қабыл болуына да себеп болатын нәрсенің бірі осы сенім мәселесі. Сондықтан ең бірінші ақидамызды, яғни сенімімізді тұралап алу, ол әрбір мұсылманның ең үлкен парызының бірі екендігін еш уақытта есімізден шығармағанымыз өте әбзел. Алла Тағала осы уағызымызбен өзімізге, келешек ұрпағымызға, қазағымыздың даласындағы, туыс-туғанымыздың ортасындағы адасып жүрген бауырларымызды ақиқат жол, осы шынайы сенім болған ақида ілімін терең түсінуге Алла Тағала әрбіріміздің ілімімізді арттырсын. Ва ахиру дағвана анил хамдулиллахи раббил аламин.